адамдардың ішінде қанша әлем бар. Сол әлемнің біреуі мынау намазхандар әлемі. Намаз оқымайтындар бұны түсінбейді. Намаз оқымайтындар бұл әлемді түсінбейді, дәмін білмейді, сырттан ғана әңгіме айтады. Өйткені ол басқа әлемнің адамы. Басқа әлемнің адамы. Бұл әлемде өмір сүріп көрмеді. Сол ауаны татып көрмеді. Сол нәрді дәмін татып денесіне сіңдіріп көрмеді. Алланың даналығын қараңыз. Бүкіл барша әлемнің Раббысы, дәрігердің де, полицияның да, әскеридің де, молданың да, молда еместің де, бәрінің Раббысы, бәрін түсінеді. Біз бір-бірімізді түсінбеуіміз мүмкін.